Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз Айсезім қызымыз екеуміз миксерсіз дайындалатын кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Бұл қызымыз екеуміздің ең алғаш рет видеоға тамақ түсіріп жатырмыз. Бізге керек ингредиенттер бөлме температурасында еріген сары май, одан кейін 2 жұмыртқа керек болады бізге. Одан кейін 6 ас қасық қант және қопсытқыш. Бетіне соңына қарай істеткенде бізге күнжіт қажет. Ең алдымен біз осы еріп тұрған сары майымыздың үстіне не саламыз? Қант саламыз, е? Иә, қант саламыз. Енді қантты үстіне салады. Үстіне сал. Сал, бәрін сал. Сал. Ой, молодец. Шаңғышқымен күтіп алып, араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Араластыр. Араластыралым. Ой, молодец. Жарайсың Айсезім, араластыралым. Жақсылап. Неке осылай кішкене қант ерігенше араластырып алды. Енді үстіне жұмыртқаны салып, бенчикпен араластыратын боламыз. Үстіне салып. Ой, жарайсың. 2 жұмыртқаны салдық, үстіне енді бенчикпен араластырамыз. Былайсың, осылай ұстайсың, енді осылай ұстайсың, жақсылап араластырамыз. Ой, жарайсың Айсезім. Араластырамыз. Сені? Тұрсын, осылай араластырамыз. Жарайсың Айсезім, бәрін білет Айсезім. Болды, біз мінекей, қараңыздар, осындай сүйік болғанша араластырдық. Енді үстіне мен сіздерге айтамын деп ұмытып кетіппін, бізге ұн қажет және бізге 20%-дан жоғары қаймақ қажет болады. Мен сіздерге айтамын деп ұмытып кетіппін. Енді үстіне біз 3 ас қасық қаймақ салатын боламыз. Алып сал. Қасықпен толтырып, алып сала беріп. 1. Қанша болды? 2 болды. Кішкене қап қой. Сосын 3-ші қасыққа. Толтыр. Болды. Кішкене. Араластырамыз. Сосын араластырамыз. Жаңағыдай мына жерден ұстаймыз. Кейін аны былай ұстаймыз. Бенчик араластыратын. Енді жақсылап араластырамыз. Қауесі түсті. Дәмді болып шығады қазір. Бәріміз жейміз сосын. Дәмді керек, е? Ау? Дәмді Дәмді шығып шығады, е? Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Неке осындай сұйықтықта болып шықты. Ұнымыз бізде 170 грамм ұн. Оның үстіне қопсытқышты саламыз. Үстіне саламын. Айсезім? Үстіне саламын. Үстіне саламын. Бәрін саламын. Осылай саламыз. Енді бұны ситадан өткізіп үстіне салатын боламыз. Ұстай аласың ба? Ұстап тұр. Осылай істейміз. Осылай ситадан өткіземіз. Қараңыз, көрінбе? Әдемі болып шығып жатыр, е? Оның барлығын ситадан өткізіп саламыз. Айсезім, жарайсың. Бұл біздің алғаш рет жасап жатырмыз тамақты екеуміз. Болды. Ситадан өткізіп болдық. Енді бұны араластырамыз. Араластырып қойшы, өзің кішкене қиын болғандықтан араластырамыз. Араластыршы. Жай кішкене қазір әйтпесе, оның тез араластырса, онымыз жан-жаққа шашырап кетеді, е, Айсезім? Енді араластырауға жақсылап араластырым. Кішкене қатты болып қалды ма, әкелдім өзім араластырым. Түйіршігін қалдырмай жақсылап араластыру керек. Достар, осылай қой болып шықты, араластырып болдық. Дайын болды, араластырып болдық. Енді біз пешімізді қыздыруға қоямыз. Біз
ыдысымызға салып болған дегенше бұл пешімізде қызып дайын тұрады. Осындай силиконовый ыдыстарға салып пісіретін боламыз. Кемпір қосақ қой. Қамырларымызды салып шығамыз. Мына жерде бізде 12. Бізге қазір салғаннан кейін ортасына қарақат қажет болады. Қарақат саламыз ортасына. Соңына қарай бетіне осы күншітті себеміз. Енді бізге осындай үлкен ас-қаз қажет болады. Қазір мен саған біреуін салып көрсетем, жарай ма? Маған қарайсың. Біреуін салып көрсетем, соған қарап сен саласың, жарай ма? Айсесің? Қатты толтырмай аламыз. Осылай қатты толтырмаймыз. Кішкене ғана салып алғаннан кейін қарақатты ортасына саламыз. Осылай. Вау! 2-3 жетеді осындай. Жетеді бе? Осындай жетеді. 2-3 салғаннан кейін бетіне кішкене саламыз. Бұл қазір ішіне қопсытқышы бар болғандықтан ыстық пешке салынған кезде бұл көтеріліп піседі. Кішкене салайық бетіне. Енді күншітті себеміз бетіне осылай. Әдемілік үшін күншітті себеміз. Бұл күншітті сеппей пісірсеңіздер де болады. Анасы. Көріп тұр ма? Осындай аз ғана дәл ортасына дейін ғана саласыздар. Тағы да біреуін көрсетейін, салғанын салып жарай ма? Қара міне. Осылай. Қарадым. Осылай кішкене салып, осылай қарақат салсаңыздар да болады, осылай. Үстіне кішкене ғана саламыз. Анасың? Ау. Осы кішкене жеткілікті. Енді үстіне күншіт себеміз. Болды. Қалған енді айсезім сала. Таста. Алда, осылай саламыз. Саламыз да, енді қарақатты сала қой. Алып сал, ал. Қарақатты алып, сал. Ой, тағы кішкене алып саласың ба? Көп емес кішкене сал. Ой, жарайсың болды. Енді қасықпен тағы алып кішкене қамыр сал, жарай ма? Сал. Кішкене қамыр алайық. Түспей қалды. Кішкене сілкіп жіберсең, қамыр өзі түседі, көрдің бе? Осылай сілкіп жібер. Енді күншіттен бетіне сеп, жарай ма? Алып бетіне сеп, жаңағы мен көргендей сеп. Ой, жарайсың, айсезім. Тағы себесің ба? Себе қой. Болды, әдемі болды, иә? Енді барлығына, айта қой. Бәрін салайық. Дұрыс, барлығына салып шығамыз, иә? Енді өзің салып шық бәрін. Пешіміздің ыдысына барлығын салып шығатын боламыз. Бұл салып жатқан кезде пешті алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар, жарай ма? Мен саласың ба? Сала бастың. Жарайсың. Бәрін саласың. Кішкене арасын ашып сала беремін. Ой, жарайсың, айсезім. Айсезім біздің пысық қыз екен, е? Қызып тұрған пеште 160 градуста
30-35 минутта пісіп шығатын болады. Бізде осындай қамыр қалды, кішкене тағы бір жасайтын. Енді осының бетінен салафанмен жауып қоямыз. Келесі пісіп шыққан кезде қайтып үстіне салатын боламыз. Мінекей достар, біздің кексіміз де дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл бізде бірінші партия, қараңыздар, кішкене қатты көтерілмей қалды. Өйткені пісіп жатқан кезде шыдай алмай қызым ашып көрген ғой, пісті ма деп. Сол кезде кішкене басылып қалды, әдемірек көтеріліп келе жатқан. Мынау бізде екінші партиямыз. Мінекей қараңыздар, қалай әдемі болып көтерілді. Негізі осылай болып шығу керек етін, көтеріліп келген. Ең соңғы артылып қалды ғой бізде қамыр судан, бізде осындай үшеу шықты. Қараңыздар, оның майлаудың қажеті жоқ. Мен жаңа салған кезде майлаған жоқ, оны көрдіңіздер. Өзі алына береді. Бізде қазір суып тұр, міне қараңыздар. Бізде суып тұр. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Енді болып шығады. Сезім өзің алып сала қойшы. Мыналарды алып, нешеге салып, жерін алып. Осындай болып шығу керек негізі. Пісіп жатқан кезде қақпағын ашпаңыздар, сол кезде осындай өпілдек әдемі болып шығады. Бірақ дәмі өте керемет. Өздеріңіз көріп тұрғандай оңай әрі жеңіл жасалады. Қыздарыңыз да жасай береді, ешқандай миксердің қажеті жоқ, тек қана қасық немесе шанышқының көмегімен араластырып жасалынады. Сіздерге осы біздің кексіміз ұнайтынына сенімдімін. Каналымызға тіркеліп, Айсезім қыздарыңызға лайк қойып қойыңыздар. Керемет дәм көрші Айсезім. Дәм көресің бе? Дәм көріп. Ал, дәм қалай? Сізде дәм көрем. Қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.